Біз енді бүкіл қаражатты осы Қайсар командасын қолдауға бөле алмаймыз. Бізде де басқа халыққа ең қажетті деген жобаларымыз бар, өзекті мәселелеріміз бар. Жаңа айттық. Біз жаңағы сырттан келген ойыншыларға босқа төлемей, шынында да маған да сол қазір біздің Қайсар футбол клубының басшысы келеді, бюджетін көтерейікші, сонда біз бұдан да жақсы нәтиже көрсетеміз, бірінші орында боламыз, екінші орында боламыз. Мен ол кісіге айттым, мен 5 миллиард теңге бюджеттен ақша бөліп, бірінші орын болмай-ақ қойдым. Басқада біздікі қазір ең аз бюджеттен қаражат қаралған командалардың бірі, оны мойындаймын. Миллиард 300 дей жаңағы айтқандай, бұл ең аз. Енді 20 өңірі болса, соның 20-шы болмаса 19-18 шығар. Біз одан дағы, біз ауылда осы спорт саласын дамытуға көңіл бөлуіміз керек. Біз жаңа айттық қой, 80 спорт ойын алаңдары салынды, стадион салынып жатыр, одан бөлек спорт кешендері салынып жатыр. Соңғы 2 жылдың үстінде қазір бір 10-ның үстінде спорт кешендері ауылда салынды. Қазір Қызылорда арена салынайын. Бұндағы мақсат біз ол қалаға бір көрік беретін әсем ғимараттар емес, осы жерде өзіміздің қаракөз балдарымызды тәрбиелеу,